Азаматтық құқық дегеніміз азаматтық заңдарда көрініс тапқан мүліктік және мүліктік қатынастармен байланысты мүлікті емес жеке қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы болып табылады. Азаматтық құқықтың қайнар көздері Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі және Қазақстан Республикасының Конституциясы болып саналады. Азаматтық құқықтың пәні мүліктік және мүліктік емес және қатынастар болып табылады. Мүліктік емес жеке қатынастар адамның бостандығы, абыройы, некеге тұруы және тағы басқалары. Мүліктік қатынастар жылжымайтын, жылжитын мүліктер, ақша, көлік, үй және құнды бұйымдар, әшекейлер және тағы басқалар жатады. Азаматтық құқықтың объектілері мүліктік, жеке мүліктік емес егестер құқықтар азаматтық құқықтың объекттері бола алады. Олар құнды қағаздар, ақша, шетел валютасы, фирма құқықтары және тағы басқалар жатады. Азаматтық құқықтық субъектілер Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтар мен шетел азаматтары. Азаматтық құқықтың 12-ші бабы жеке тұлға ұғымы Қазақстан Республикасының азаматтары, басқа мемлекеттердің азаматтары, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар жеке тұлғалар болып ұғынылады. Егер осы кодексте басқаша белгіленбесе, бұл тараудың ережелері барлық жеке тұлғаларға қолданылатын еді. Азаматтық кодексінің 17-ші бабы азаматтардың әрекет қабілеттілігі. Азаматтардың өз әрекеттері мен азаматтық құқықтарға ие болуы және оны жүзеге асыруға өзі үшін азаматтық міндеттер жасап, оларды орындауға қабілеттілігі кәмелетке толғанда, яғни 18 жасқа толғаннан кейін толық көлемде пайда болады. Заң құжаттарында 18 жасқа жеткенге дейін некелесуге рұқсат етілген жағдайда 18 жасқа толмаған азамат некеге тұрған кезден бастап толық көлемде әрекет қабілеттілігіне ие болады. Егер заң құжаттарында өзгеше белгіленбесе, барлық азаматтардың әрекет қабілеттілігі тең болады. Әмірбек, осы кодексте деп қай кодексті айтты? Қай кодекс? Азаматтық кодекс. Қазақстан Республикасының азаматтық кодекс. Азаматтық кодекстің реттелетін мәміленің бірі сенімхат болып табылады. 167-ші бап. Бір адамның мысалы сенім білдірушінің өз атынан өкілдік ету үшін екінші адамға берген жазбаша уәкілдігі сенімхат деп танылады. Мүлікке билік